Балалар, бүгін біз ежелден келе жатқан асық ойындарының бір түрі шыр ойынын ойнаймыз. Ойынның ережесі, міне асықтар түгелі шеңберге жиналып тұр. Өзіміздің алдымыздағы берілген асықпен осы шеңбердегі асықтарды біз шертіп түсіруіміз керек. Қанша асықты құлатып түсірсек, сонша асық бізге ұпай болып жиналады. Кезекпен кезек, қазір біз шертпе ойынын бастаймыз. Кәне, Мұстафа бірінші болып бастайды. 1, 2, 3. Неше асық құлады? 2 асық құлады. 2 асықты ұпай ретінде аламыз. Енді кезекпен аңсары атады асықты. Қатты. Дұрыс. Неше? 1 асық. Арсенде де 1 асық, 1 ұпай жиналды. Мирас атамыз. Қатты атамыз. Мирас неше асық құлады? 2 асық құлады. Келесі кезекте Мұстафа қайтадан бастаймыз. Жоқ, сен өзіңнің асығыңмен мына асықты ұпай санында былай жинап қоямыз. Мына асықты көздейміз. 1 асық. Келесі кезекте аңсар. Қатты шертіп ұпайсыз қалды аңсар. Арсен. Жоқ, келесі кезекте Арсен. Атамыз құламай қалды, ұпайсыз қалды Арсен. Мирас, кезегімді күтеміз. Мираста 2 асық құлады, 2 ұпай жиналды. Енді Мұстафа. Неше асық құлады? 2 асық татып түсірдік, 2 асықты жинаймыз. Келесі кезекте аңсар. Аңсарда неше ұпай? 1, дұрыс. Арсен ұпайсыз қалды. Мираста ұпайсыз қалды. Балалар ойын қызық па? Қане, енді ұпай санаймыз. Мирас, неше асық жинады? Алдыңдағы асықты. Қане, жоқ, мына өзіңнің көздеген асығы. Мынаны санаймыз. 1, 2, 3 асық, дұрыс. Мұстафа, сенде не асық? 1, 2, 3, 4. 4 асық екен Мұстафада. Аңсардың сенде неше асық? 2 асық. Арсен, сенде неше асық? 1 асық өзіңнің көздеген асығың, ұпай саның сенде 1 болды, Сонда бізде ең көп асық жинаған кім болды? Ең көп асық жинаған кім болды? Мұстафа болды. Мұстафаны құттықтап қояйық. Бүгінгі ойын ұнады ма сендерге, балалар? Келесі жолы одан да көптен ойнаймыз, жақсы ма?